Біз отбасымызбен киелі Түркістанға жолға шықтық. Жаңа Түркістанды тамашалап, Қазақстанның Венециясына айналған керуен сарайының сұлулығына сүйсініп, және қасиетті жерлерді бізбен бірге көріңіз. Таксистің айтуы бойынша ең дәмді кафелердің бірі керуен сарайы шайханасына түстенуге келдік. Тамақтанып алып, жаңа Түркістанды көруге жолға шықтық. Бұл хит болған керуен сарайы. Сұлулығын айтып жеткізу мүмкін емес. Келушілер саны өте көп. Құрылыс әлі толық бітпеген, соның өзінде барлығын қарап шығуға бір күн уақытымыз кетті. Біз керуен сарайында орналасқан 5 жұлдызды қонақ үйге тоқтадық. Себебі алтын самұрық ұшақтар 10 елде ғана бар. Тмд елдері бойынша тек қана Түркістанда. Біздің қонақтар тегін болады. Барып кілттерін көрсетсеңіздер, сіздер системада болады. Біз қараған кезде стандарт номер 2 адамға 66 мың теңге. Бірақ сіз Booking приложениясы арқылы арзан бағада ала аласыз. Біз 36 мың теңгеге алдық. Бұл алтын самұрық. Керуен сарайына келсеңіздер, міндетті түрде осы жерге кіріңіздер. Бізге өте ерекше әсер етті. Таңғы ас ішіп болған соң, біз Арыстанбаб кесенесіне бардық.
Одан кейін Отырар қаласына бардық. Бұл жердің атмосферасы адамды жігерлендіреді. Түркістанға келуіміздің ең басты себебі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Аз ғана уақытта осынша әдемі дүниені салғанына қуанып, риза болып, көңіліміз толып үйге қайттық.